Сәлеметсіздер ме? Бүгін сіздермен жүрек аурулары туралы әңгіме қыламыз. Және сол жүрек ауруларына шөптен тұнба дайындаймыз. Жиі кездесетін жүрек аурулары ишемиялық жүрек ауруы деп аталады. Қазір күнде сердце-порог деген көбейіп кетті ғой, даже кішкентай балдарда да жүрек порогы деген. Мына мен сіздерге көрсетейін деп отырғаным, мына желточник деп аталады мына шөбіміз. Желточник деген шөбіміз өте бір көп ауруларға ем. Яғни ең бірінші жүрекке. Мынаны қарасаңыздаршы, мына жапырағының өзі ем. Мына жапырағыны ресторандарда, үлкен кафелерде, тойханаларда жақсылап қарасаңыз, тура осының жапырақтарını салаттарға қосып алып келеді. Өте дәмді болады. Мен осыны жұлып алдым. Күнге жақсылап тұрып оны кептіреміз. 2 күн кебеме, 3 күн кебеме, мен сразым көрсетейін деп сіздерге. Бірақ күн кепті бұл, бірақ күн кептірдім. Сіздерге дайындап көрсетейін. Мынаны жақсылап тұрып жуып аламыз. Жуып алғаннан кейін бұны тамырыны бұның тастаймыз. Жүрек ауруларына тамырын тастаймыз. Біздерге керегі жапырақтары, сосын гүлдері болады. 5-6 бөлікке жақсылап тұрып бөлеміз. Бокалға жақсылап тұрып салып, әдемлеп. Негізі құрғағының өзін 1 қасық саламыз. 1 қасық салғаныңыздан кейін толтырып су құясыз. Кәдімгідей бұл әдемі тұнба болады. Қышқылдау болады, бірақ әдемі болады. Негізі көп неде жүрегім қатты ұрып кетіп жатыр, жиі ұрып жатыр, или болмасам жай соғып жатыр, жүрегімнің ұрғанды білмей жатырмын. Кейде жүрек ауруларына байланысты көбінесе не болады? Шаршағыштық, көп ісік пайда болады. Денеде ісік болады, жүрек ауруларына байланысты. Тура осы тұнбаны дайындап, күніне 2 рет, 3 рет ішсеңіздер, 100 мг-100 мг өте керемет пайдасын береді. Бұны 3 ай тоқтатпай ішсеңіз, жүрек порогы вообще жоқ болады. Бұл кәдімгідей көп 3 ай, 4 ай негізі ішулеріңіз керек, ал ем болсын.